Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай зебро пирогын жасап үйренетін боламыз. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Күнделікті жасасаңыздар да болады. Қонақ келген кезде қонақтың алдына қойсаңыздар да болады. Дәмі өте дәмді. Керек заттарды видеоның астына сілтемеге жазып кетемін. Сол жақтан оқысаңыздар болады. Үш жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, или венчикпен араластырсаңыздар да болады. Маған венчик ыңғайлы болды. Одан кейін үстіне шемішкі майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін үстіне газдалған сусынымызды, яғни сарыағаш құямыз. Бәрін жақсылап тағы да біркелкі қылып араластырып аламыз. Осылайынан жақсылап көпіру керек. Одан кейін ұнымыздың үстіне разрыхлителді салып, араластырып, ұнымызды еліктен өткізіп, жаңағы сусынның үстіне салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде бұл жерде түйіршіктелмеу керек, яғни біркелкі масса болғанша жақсылап араластырыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғасын, біз тестомызды екі бөлікке бөлеміз. Екеуі де бірдей бөлік болу керек. Біреуіне какао ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін видеодағыдай 2 ас қасықтан әрқайсысынан салып отырып, осылайынан бізде алабажақ, яғни тесто шығу керек, ақ-қара болып. Одан кейін тестімізді шамалы алып сілкіп аламыз, яғни арасындағы бізде жаңағы ауалар, артық ауалар шығу керек, әйтпесе пирогымыздың арасы пустой болып қалуы мүмкін. Одан кейін тұшқыштың көмегімен өзімізге керек узорларға әдемілеп узор жасап алсаңыздар болады. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Пирог өте дәмді болып шығады. Менің видеом сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менен қандай рецепт күтесіздер, соны да жаза кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Гүлзада.